Ал жігіттер, қазақтардың кез келген сөздері, негізі жігіттерге ауыр айтылған сөздер бар ғой. Біз оны, мына біздің қазақтың мақалдары бар ғой, мақалдары. Бізге тәпсіршілер керек екен. Қазақтың мақалдарын біз көбісін дұрыс түсінбейді екенбіз әлі. Мысалы, тойға барсаң, тойып бар дей ма? Өтірік. Шариғатта біреудің дастарханына баратын болсаң, аш бару керек, білесіз ба? Өйткені ана үйге барғаннан кейін сен жемей деп отырсаң бар ғой, ана үй ренжіп қалады. Ол үйге барғаннан кейін тамақты жеу керек. Ана дастарханнан қаншалықты жейсің, соншалықты сауап аласың. Неге? Өйткені үйдің егесі сенің дастарханнан жегеніңнен қуанады. Сондайдың бір мақал, бір қызық. Отбасы болғаннан кейін ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайды дейді. Біз қазір жігіттерге көбірек қаптырған. Еркектер отырып па? Негізі үйде мен еркекпін, мен шешем дедің ба? Бір қатынның тірлігін шеше алмасаң ше, бір елдің тірлігін қайып шешесің сен. Бір қатынның проблемасын. Ал қараңызшы мына мақалды. Кеше бір қазақтың бір тарихшы кісімен отырдым да, сол айтып жатыр. Біз мақалды дұрыс түсінбейді екенбіз дейді. Отбасы болғаннан кейін отбасында ыдыс аяқ сықырлайды дейді. Я? Сонда айтады ғой, ыдыс аяқ деген қайықта тұрады негізі? Кухняда тұрады. Сен еркектерге айтады, сен кухняда не ағып жүрсің дейді. Ол қай уақытта сықырлайды? Демек, ол спальниге келіп сықырламайды. Ол кухняда сықырлай ма? Сен не ағып жүрсің кухняда дейді. Сен жатсай спальнingде деп қойып. Соны дейді, еркектер қатындардың тірлігіне араласа бастағаннан кейін ыдыс аяқтың сықырлауы көбейеді дейді. Осы сен дүмше жарқын қашан қоясың өзі? Болды ғой, шаршамадың ба? Миың жетпейтін жерге мұрныңды тыға бересің, қосыш болды. Тұрақты сөз тіркесі, астарлы сөз дегенді білесің ме өзі сен? Тойға барсаң тойып бар деген ол прямо бір тамаққа тойып бар деген сөз емес ол. Тойға барсаң ашкөздік жасама, өз-өзіңді ұста, той мәдениетін сақта, мәдениетті бол деген мағынада. Тойға барсаң тойып бар деп қазақ атам астарлап айтқан сон. Миың жетпейді да өзінше тапсырлайсың. Ыдыс аяқ сыңғырламай тұрмайды деген, прямо кухнядағы ыдыстар сыңғырлайды деген сөз емес ол. Отбасы болғаннан кейін ұрыс қағыс, келеңсіздер, келіспеушіліктер болып тұрады ерлі-зайыптардың арасында. Ерлі-зайыптардың арасында әлемде бүкіл соғыс бітуі мүмкін, ерлі-зайыптың арасында соғыс ешқашан бітпеген. Соны астарлап айтқан ата-бабамыз. Миың жетпейді да қосеш болды сен. Қазақтың мақалын жоққа шығара бастадың ба енді? Басқасына айт жана, арабыңды айта бер шано. Бірақ қазақтың мақалына тиісуші болма. Өйткені сен миың қорытпайды. Өйткені сен қазақша ойлай алмайсың. Сен миың арабиланып, арабизация болып шайылып кеткен. Осы сөзімді ұғып ал, ұғып.